Тәрбиенің бастауы ыстықия. Біз құрақпыз. Ата-әже, әке-ана, мол дария. Ғылым білген ғылымда тағзым етер. Отбасы ошаққасы ол жыния. Отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы. Кез келген зиялы қоғамның діңгегі отбасының аман саулығы. Әрбір елдің дамуы мен келешегінің өлшемі. Ұлт өмірінің іргетасы, негізін қалаушы. Отбасы болса, отбасының іргетасы бала. Мен Шәміл Айдана, Рашид қызы, ата-апасына еркелеген ата-анасының тұңғышы боламын. Ұядан не көрсең, ұшқанда соны ілесің дегендей, бала тәрбиесінде дара тұлға болып қалыптасуында әулет үлкендері мен ата-ананың рөлі және отбасы құндылығының маңызы өте зор. Әке, сен жансың, биік дана туған, мейірім нұры менен жаратылған. Бар әлемнің жақсылығын бойға жиған. Менің әкем біз үшін дара тұлға. Әкем өте қайырымды, қамқор жан. Ол мемлекеттік жұмыстарда жалықпай еңбек етуде. Отбасылық демалыстарды жиі ұйымдастырады. Анадан қуат алған жарты қалам. Сіз біздің күнімізсіз жарқыраған. Құны мен қасиеті тозбай тұғын, перзент үшін ана деген алтын адам. Анам балабақшада тәрбиешілердің бойындағы асыл қасиеттерін, балалардың дарындылығын ашуда еңбектеніп жүрген тәрбиеші әдіскер. Қызметімен міндетін қатар алып жүрген ипалы келін. Балаларына жақсы ана. 10 жыл білім алған мектебімді мақтан тұтамын. Сіңілім Аяла әкеміз бос уақытымызда сурет салумен, спортпен шұғылданамыз. Әке-анамыздың берген тәрбиесі мен үнемі қолдауы, ата-апамыздың сенім артып жетелегені арқасында өсіп өніп келеміз. Осындай дәрежеге жеткенім отбасы мен ұстаздарымның арқасы деп білемін.